Интернеттен діни ақпарат алуда діни сергек болу қажет. Дін атын жамылып, деструктивті діни ағымдардың жақтастары кез келген бағыт бойынша, соның ішінде ғаламтор арқылы да жастарымыздың санасын улап, қоғамымызға іріткі салып бағуда. Қоғамға денді енген әлеуметтік желінің пайдасымен қоса зияны да бар. Деструктивті діни ағымның жетегінде кеткендердің 88%-ына осы әлеуметтік желі әсер еткені белгілі. Олардың негізгі нысанасы әлеуметтік жағдайы мен дүниеге деген көзқарасы толық қалыптаспаған жастар болып табылады, және дәстүрлі дін негізін білмейтін азаматтар. Жұмыссыз жастарды еліктіріп, өздерінің қатарына тартады. Сондықтан елдің, ұлттың, халықтың тұтастығын сақтап қалу үшін өздерін ғана ақылды санайтын жат ағымдардан барынша сақтану қажет. Субханалла, сендерге телевизор қарама деген жоқпын ба? Не айтқанды ұқпайсыңдар? Харам ол, харам. Одан да Құран оқымайсыңдар ма? Кір бар көңілтіңе. Ахмет балам, күн жағына келінмен баланы үйден шығармай отырсың. Енді мынадан қақтың ба телевизордан? Адам ең алдымен көзді күнәдан тыю керек, ауыз билля. Ұлттық құндылықтарды насихаттау, салт дәстүр мен әдет ғұрыптарымызды ұлықтау да жастарды дұрыс жолдан жыра кеткен адамдардан құтқарып қалудың бір тәсілі болып табылады. Ел бірлігі мен мемлекет қауіпсіздігіне зиян келтіретін діни ағымдардың жетегіне кетіп қалмау шараларына баршамыз атсалысуымыз қажет.